Бұл қаламыздың ауасын ылғалдандыру мақсатында салынған арық болатын, дегенмен аталмыш суағардың қазіргі жағдайы мәз емес. Тіпті о баста да көңіл көншітетіндей жағдайда болмады десек те болады. Сөзімізге себеп, жолдың арғы жақ бетінде арық бойымен бірдей болып толып тұрған су жолдың бергі бетіне тамшы болып келуде. Бұл дегеніміз құбырдың іші толған қоқыс, немесе құбыр бойында жарық бар. Сол жарықтан су жерге сіңіп жатқандай көрінеді. Толығырақ бейнематериалда. Суландыру жүйесі үшін жүргізілген арықтың бірі Ақан Сері көшесінен басталып, Шектетілеу көшесінің бойымен жүргізілген, жалпы ұзындығы 3 шақырымды құрайтын арықты жөндеуге 300 миллионнан аса қаржы жұмсалған. Дегенмен, аталмыш арық бойынан бүгінде су өте сирек өтеді. Тіпті кей жерлеріне ағын судың тамшысы да бармайды. Бармағанда жөн, себебі арықтың табаншасына құйылған бетондары үгітіліп, арасына салынған торлары сөгіліп, қиыршық тастары шашылып кеткен. Жазы ыстық, көктемі күзі желді әрі шаңды, табиғаты құрғақтау болып келетін шаһарымыздың ауасын ылғалдандыру мақсатында салынған аталмыш арық бүгінде өз қаржысын ақтай алды ма? Қаржыдан бөлек, жоғарыда айтқандай, жолдың мына бетіне келмейтін су жер астына сіңіп, алдағы уақытта көше бойында орналасқан үйлерге зияны тимей ме? Осы және өзге де сұрақтармен жауапты мамандарға қайта-қайта жол салдық, дегенмен жауаптылардың жауабы нақ болмады. Бірнеше сұрақ жолдаған болатынбыз, тиісінше арықтың орналасқан мекен-жайынан басқа мәлімет бере алмады. Бәлкім бұл мәселе жөнінде өздері де бейхабар. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.